Электрик өмірге жарық сыйлайтын мамандық. Тек сымдарды жалғап, жарықты қосатын мамандық емес. Ол қауіпсіздік пен дәлдікті, техникалық білім мен жауапкершілікті талап ететін маңызды мамандық. Қоғамға пайда әкеліп, адамның өмірін жеңілдетуге бағытталған нағыз еңбек. Қайырлы күн, инста достар. Биыл 2025 жылды еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жұмысшы мамандар жылы деп жариялаған болатын. Бұл жұмысшы мамандарға тігінші, аспазшы, кен қазушы, теміржолшы, электр энергия саласының мамандары жатады. Қазір бүгін осы энергетика саласының маманымен танысатын боламыз және осы сала туралы әңгімелесетін боламыз. Ендеше арнайы шақырылған қонағымызбен таныс болыңыздар. 15 жылдық тәжірибесі бар. Бірінші категориядағы инженер-энергетик Жаңанұр Айдарбекқызы. Қош келдіңіз. Жалпы электр қуатынсыз өмірімізді елестету мүлдем келмейді. Кез келген жұмыс, өзіміз тұрып жатқан үйіміздің өзі, мектеп, балабақша, сауда орындары барлығының жұмысы осы электр энергетикасының мамандарының жұмысымен тікелей байланысты. Енді осы электр қуаты сөніп қалса, барлық жұмыста тоқтап қалады деген сияқты. Ендігі кезекті өзіңізге берсек, өзіңіз жайлы, өзіңіздің отбасыңыз жайлы, жұмысыңыз жайлы таныстырып айтып өтсеңіз. Менің есімім Жаңанұр Айдарбекқызы. Өзіме келетін болсаңыз, мен Батыс Қазақстан облысы Жаңғырхан атындағы аграрлық техникалық университетін энергетика мамандығы бойынша тамамдадым. Өз жұмыс өтілімді ұлттық компания Кегок акционерлік қоғамының Ақтөбе филиалынан бастадым. Сол салада техник маманынан бастап, кейін инженер сатысына, одан кейін инженер екінші сатыдағы инженерге, кейін міне 2 жыл болды, бірінші сатылы инженер мамандығына ауыстым, және де сол салада қызмет етіп жатырған жайым бар. Жалпы менің қазіргі қызметіме келетін болсақ, энергетиканың қазіргі таңда нарығы бар. Яғни сол қуат нарығының маманымын. Яғни біздерде үлкен алпауыт электр станциялар бар. Сол электр станциялар біздерге энергия өндіріп, жалпы өндіріске, кәсіпорындарға, жалпы тұрғылықты тұрғындарға энергия көзін, қажетті энергия көзін өндіреді. Және де сол тұрғылықты тұрғындардың барлық осы облыстың тұтынуын, яғни балансын есептеп, қуат балансын шығарып есептеп, ай сайынғы есебін шығарып отырамын. Білуімше, отбасыларыңызбен осы саладасыздар. Енді жалпы осы салада жүргеннен кейін кейбір кездері бір мәселелерге келген кезде талас болып қалмайды ма? Отбасымен деп тақырыпты қозғап жатырсыз. Бұл өте қызықты. Басынан айтып кететін болсам, бұл саланы таңдар уақытында көптеген таразыға салынды. Энергетика саласын таңдау, ол жерде ағайын тума, жаңағы ата-анамның да бір өз қосарлары болды. Негізі мен архитектура, дизайнерлік мамандыққа бой ұсынып, сол мамандыққа қарай көңілім ауып, сол мамандықты таңдағым келді сол жолды. Бірақ 11-ші сыныпты бітірген соң таңдауымды осы энергетика саласына бердім. Себебі өзімнің әкем энергетика саласында 18 жасынан бастап қызмет еткен, қосалқы станцияларда қызмет еткен, жөндеу, құру деген сияқты белгілі бір өз ісінің шебері болды. Және де еш өкінбей, әке жолын қуып, осы салада халыққа деген қызмет етіп жатқаныма. Кейіннен осы ұлттық компанияға жұмысқа орналасқан соң, ол кезде біздер жас маманбыз, өзім секілді жас мамандар жұмысқа бір мезгілде кірдік. Сол кезеңде өзімнің жолдасымды кездесіп, осы бір мекемеде, бір салада кездесіп, табысып, отбасын құрдық.
Керемет. Сондықтан да ол кісінің жұмысы энергетиканы барлығы түсінеді. Бір энергетика тоқтың айналасы деп, бірақ бұл энергетика саласы көрінбейтін майдан. Өйткені 24 сағатта 7 қызмет етеді халыққа, өндіріске, барлығына. Сондықтан да бұл жұмыстың артында үлкен еңбек жатыр. Яғни бізде көп мамандар бар, 24-та 7 сағат, яғни әр сол мамандардың өзінің атқаратын өз тікелей қызметтері бар. Сондықтан да менің атқаратын қызметім шамалы есеп қисап, жаңағы өлшеу жағы болса, жолдасымдікі тікелей қауіпсіздік жағынан, жұмыстардың дұрыс өтуі жағынан, бақылау ретінде, жасалу жағынан, бақылау жағынан болып келеді. Сондықтан да екі тармағы десек болады. Бірақ көбінесе мен одан ақыл сұрап, кейде ол, яғни толықтырып отырады десем болады. Көмектеседі маған бір жағынан. Өйткені ақыл сұраймын, көп нәрсемен бөлісіп, өз білімімді, тәжірибемді одан сайын жоғарылатуға өте пайдасы зор деп білемін. Осы жұмысшы маманмен кездесеміз, оның ішінде энергетика саласының маманымен кездесу өтеді дегеннен ақпараттар жинап зерттеген кезде мен трансформатор, фаза, мегометр, амперметр, вольтметр деген сияқты терминдермен таныстым. Бірақ бұл сөздердің мағыналарын білмеймін. Қызық болып тұр да маған, қандай мағына береді, осы жайлы айтып өтсеңіз. Бұл өлшегіш құралдардың бірі болып табылады. Энергетика саласында өте сан алуан құрылғылардың, өлшем бірліктердің түрі өте көп. Бұл өлшеуіш құралдардың бірі болып табылады. Трансформатор деп айтып жатырсыз. Трансформатор кернеуді түрлендіргіш үлкен құрылғылардың бірі болып табылады. Яғни бізде энергетика саласының негізгі мақсаттары бар. Негізгі мақсаттары ол 24-та 7 үздіксіз, қауіпсіз, және де качество дейді ғой қазақша, сапалы энергиямен қамтамасыз ету. Осы үш мақсаттың орындалуына осы құрылғылардың барлығы қажет болып саналады. Енді жаңа жолдасыңыз тоқтың айналасы, техника жағынан бағыттау салалар бойынша қызмет атқарса, сіз есеп қисап жағынан қызмет атқарасыз. Енді жалпы былай сұрақ қойғым келіп отыр, өзіңіз жалпы тоқтан қорықпайсыз ба? Мысалға, үйде жүрген кезде бір лампочка атылып кетіп жатады, розетка бір жасамай қалып жатқан кезде өзіңіз бірап ашып жіберіп, жөндеп жіберіп деген сияқты. Енді жаңа басында айтып кеткенде, энергетикалық отбасы болғандықтан, әкем тоқ саласында жұмыс жасады, одан кейін жолдасым, өзімнің інілерім де міне тоқ саласында қызмет атқарғасын. Мен бұл жаңағы жөндеу жұмыстары немесе бір көмек қажеттілігі ондай өзімнен туындаған жоқ. Өйткені кез келген маған оны өзгертіп беретін, жөндеп беретін жан-жағымда, айналамда адамдар бар. Сондықтан да бір жағынан ол өзім қорқынышпен де қараймын. Себебі тоқ негізі ол түссіз, дыбыссыз, иісі де жоқ. Сондықтан да ол өте қауіпті болып саналады. Соны білген жөн. Жақсы. Енді әр жұмыстың өзіндік қиындықтары мен бір қызықты сәттері болады ғой. Басыңыздан өткен бір есіңізде қалған қызықты сәт, болмаса бір ең алғашқы жұмыс кезіңіз, жұмысқа тұрған кездегі өзіңіздің ішкі жан күйіңіз қазір есіңізге түсіре аласыз ба? Ол негізі менің университетке түскен мезгілден қызықтар басталды энергетика саласына. Студент кезден басталды. Иә, өйткені себебі бұл саланы ер азаматтар ғана көбінесе таңдайды. Сондықтан да мен ең бірінші оқу ғимаратына барған кезде өзім тобымды белгілеп, барлығын куратормен танысып, группамен танысқан кезде мен топта жалғыз қыз болдым. 16 ер бала,
және бір бір қыз қыз бала бала болып болдым, оқыдыңыз. иә. Сондықтан да өте студенттік шағым өте қызық өтті, өйткені әрдайым қорғалып, көмектің ортасында, Аялап сізді бір қыз сондықтан да ханшайымы болып Мгм. жүрдім десем де болады, Мгм. тобымның. Өйткені қандай сабақ мәселесі туындаса да, группаның шаруалық мәселе, университеттің шаруалары болса да, менің группалас жаңағы балдар өте қамқоршылық танытып, көп көмектесті. Қазірде әлі байланысымыз үзілген жоқ, өткен себебі олардың барлығы қазір энергетика саласының білікті жан осы Қазақстанның түрлі қалаларында қызмет етіп жатыр. Енді әкелген бұйымдарыңызды көріп отырмын. Енді әйел адам болғаннан кейін үйдің тірлігі бітпейді, өзіңіздің жұмысыңыз бар. Осындай әдемі дүниелерді жасауға қалай уақыт табасыз? Бұл енді тақияда. Осы түсіндіріп Қазақы өтсеңіз. нақыштағы өзіміздің ұлттық киім үлгілеріміздің бірі ғой. Бұл қолөнерге негізі өзім жаным жақын адаммын. Айтып өткендей, жаңағы біздің техника мамандығы, яғни есебі бар, қисабы бар, одан көп энергияны, яғни адам энергиясын тұтынуға жіберіледі бұл мамандықта. Сондықтан да демалыс күндері осы қолөнер бұйымдарымен айналысып, ізденіп, үйреніп, демалам десем де болады. Сондықтан да, яғни бұл қолөнер бұйымдарының айналысу тәжірибем әр жылы әртүрлі болып ауысып отырады. Нақты осы бір 10 жыл бұрын мына сутаж жіптері дейді. Сол сутаж жіптерін тігу арқылы осындай әртүрлі әшекей бұйымдар жасап, машықтанып, айналама сыйлыққа бергенім бар. Сол қызығып бірнеше жыл айналыстым. Кейін үй жиһаздар бар ғой, ескірген, атамыздан қалған, әжелерімізден қалған сандықтар бар, үстелдер, жаңағы әртүрлі ескі шифонер, шкафтар бар. Барлық ескірген жиһаздарға жаңа өмір беруге, түрлі түспен бояуға, оларды әсерлеп, бір жаңа өмір беруге үйреніп, машықтанып, сол қазір шабытым келген уақыттарда сонымен айналысамын. Көп дүниелерді үйде өзім қолмен жаңағы реставрациялап, реставрация дейді ғой, тікелей айтқанда, жаңалап қойған бар. Міне соңғы бір 2 жылдықта үйрендім. Өзім негізі енді ата-баба қанмен келген дүниелер ғой. Оны алып тастау мүмкін емес. Бір ғасыр ұмытылып қалса да, ол қанмен берілген дүние. Сондықтан да міне ізденіп, алматылық шеберлерден мастер-класс алып үйрендім. Қазақы өзім қыздарыма істелген қарлығаш құстармен, енді қарлығаш бізде киелі, сондай бір құстардың, еңбекқор құстардың бірі, өзінің 80% өмірінде ұшып жүреткен, яғни ұйықтап, ұшып тұрып ұйықтайтын құс екен, еңбекқор өте. Сондықтан да осы қыз балаға негізі қарлығаш салады ғой. Сондықтан да енді өзім ырым етіп, сондай еңбекқор болсын деп осы қыздарымның басына жасаған. Бұл киізден ба? Қандай материалдан жасалған? Киізден таза қойдың жүні, осылай жіпсіз жасалған. Ешқандай жіпсіз, тігінсіз. Байқап тұрмын. Әдемі екен. Жақсы. Өнеріңіз дами берсін. Әдемі екен. Енді соңғы сұрақ қойғым келіп отыр. Бұл енді қазіргі уақытта 11-ші сыныпта оқып жүрген балалар өздерінің қай салаға бараларын білмейді, қандай мамандық таңдарларын білмей жүр. Осындай жасөспірімдерге, оқушыларға айтар кеңесіңіз қандай? Қандай жолды таңдауға кеңес берер едіңіз, өзіңіз, ойыңыз? Енді өте қиын сұрақ, өйткені өзім қазір үйде жасөспірімде тәрбиелеп отырмын. Бірақ кішкентай кезінен ата-ана ретінде айтатыным, кішкентай кезінен балаға әртүрлі саланы, яғни үйірме түрінде барып, үйретіп, жан-жақты
көрсеткен дұрыс деп білемін. Өйткені өскен соң өзіне ыңғайлы бір саланы таңдауына көмектеседі деп білемін. Бірақ оны 11 сыныпқа келгенде емес, 10 жасынан бастап баланың құлағына осы таңдауды, сұрақтарды қоя беру керек деп білемін, ата-ана ретінде. Енді өйткені 11 класс ол кешірек деп ойлаймын. Сондықтан да ертерек сұрақтарды қойып, оған ата-ана ретінде көмектесіп, негізі кез келген ананың ішкі бір интуициясы болады балаға деген. Сондықтан да баланың ол қандай спортқа жақын ба, музыкаға жақын ба, әлде басқа мүлдем салаларға, математика болады, жаңағы ғылыми пәндер бар ғой. Соларға жақын ба екен, оны кез келген ана оны көре алады деп білемін. Сондықтан ана ретінде мен енді жасөспірімдерге олардың көзқарасы бөлек қой, тем более қазір басқа заман балалары, сондықтан да мен ана ретінде айтарым, аналарға ертерек дайындау керек, ертерек балаға қамдану керек, таңдауына көмектесу қажет. Жақсы, Жаңандыр Айдарбекқызы, көп рахмет уақыт тауып келгеніңізге. Сіздің еңбегіңіз халыққа осы қызмет етудің жарқын үлгісі, еңбегіңіз жана берсін деймін. Қолөнерде идеяңыз шарықтай берсін, креативті ойлар келе берсін деп тілегімізді білдіреміз. Құрметті Инста оқырмандар, бізге берілген уақыт осымен аяқталып қалды. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет.